Қазақтың баспиы Ермек Албанұлы Асатаяғын көтеріп тұрып бізге ант береді. Қазақ үшін не істейді, қазір естейсіздер. Ассалаумағалейкум, ардақты, құрметті қазағым, яғни бүгін қуаныштымын. Енді өзім арманым әрқашанда қазақ халқына қызмет жасау. Сол енді біз қазақ десе, қазақ баласының күші жоқ. Қазақтың күші бірлікте. Сол үшін мен жалғыз өзім ғана баспи емес, осы жердегі тұрған бауырлардың бәрі баспи. Бәріміз бірге қазақ халқының жақсы өмір сүруіне біз бәріміз атсалысуымыз керек. Сол үшін бүкіл Қазақстан бойы қазір осы жерде еститін бауырлар болса, бүкіл Қазақстаннан өздеріміздің ауылдарымыздан шыққан мықты азаматтарды бізбен біріктіріп, бірге қызмет жасайық, халық үшін қызмет жасайық. Абай атамыз айтқандай боқ басып жүрген халық сияқты болмайық. Халық үшін өмір сүрсек, халық риза болса, Құдай да риза болады. Сол үшін өз өмірімді қазақ халқына қызмет жасауға мен ант етемін. Рахмет.